Сот шешімін орындау мемлекет жүйесіндегі маңызды салалардың бірі. Сот шешімі арқылы мемлекеттің имиджі, сот билігінің дәрежесі анықталады. Сот шығарған қорытынды нәтижесінде кінәлі адам тиесілі сот бекіткен жазаны орындайды. Атап айтсақ, ақшалай төлемақы. Егер қылмыстың ауыр түрі болса, темір торда өз жазаларын өтейді. Алайда қылмыскерлермен жұмыс жасау оңай шаруа емес. Заңмен жұмыс жасау үшін өз істеріне адал, мамандықтарын сүйетін жан болуы шарт. Құқық бұзушылармен тікелей бетпе-бет келетінде осы сот қызметін атқарушы мамандар. Алдарыңыздағы кейіпкер Мұрат Смағұлов. Ол мемлекеттік сот атқарушы болып қызмет атқарады. 26 жастағы бозбала заң университетін магистратураны қызыл дипломға бітіреді. Алғашқы өмір жолын заң комитетінің қызметкері мамандығынан бастайды. Алайда қазіргі қызметі тіптен басқа. Сот атқарушының жұмысы зор жауапкершілікті талап етеді. Себебі аталмыш мамандық иелері түрлі мінезді адамдармен тікелей қызмет етеді. Сондықтан мамандығына киімі де сай болуы қажет. Сол себептен сот атқарушыға үнемі арнайы формада жүруге тура келеді. Біздің кейіпкеріміз Мұраттың да күні дайындықпен басталды. Вот это наша форма. Міне бұл біздің формамыз, бұл жетон. Ал мынау арнайы фирмалық зат белгі. Осындай арнайы киімде өзіңді емін-еркін сезінесің. Бірден жұмысқа кіріскің келеді. Сонымен қатар ісіңе деген жауапкершілікті сезінесің. Мұндай киімді кию мақтаныш. Басқа адамдардан бірден ерекшеленіп тұрасың. Қалада осындай форма киіп жүргенде бәрі таңырқап қарайды. Мемлекеттік сот атқарушы қызметінде Мұрат жарты жылдан астам қызмет етіп келеді. Оның міндеті түрлі себептермен сот актілерін бұзған адамдармен жұмыс жасау. Оның жұмыс толы кеңсе тауарларына толы. Сотты атқарушы органдарға бұл актілердің легі күннен күнге артылып келуде. Департаментке сотты атқарушы акт құжаттары Астананың 9 ауданынан келеді. Яғни бір күнде олардың саны 40-қа дейін жетуі ықтимал. Олардың барлығы қарауды, талдауды және қайта жіберуді қажет етеді. После того, как исполнительный документ... Әрбір орындалатын құжат 3 күн ішінде қараушы мекемеге беріледі. Бұл құжатқа арнайы нөмір беріледі. Яғни осы ұсынысты өз еркімен соттың шешімін атқаратын қарызданушыға жіберемін. Бұл үшін 5 күндік уақыт беріледі. Егер қарызданушыға еш әсер етпесе, келесі ұсынысқа көшеміз. Яғни мәжбүрлі атқарушылыққа, абақтыға отырғызу, мүлкін тәркілеу, тағы сол сияқты. Жазаның бір түрі қарыз төлеушілер. Олармен жұмыс жасайтын бірнеше арнайы бөлімшелер бар. Мысалға айтатын болсақ, уақытылы алимент төлеу, жылжымалы жылжымайтын мүлікке уақытылы өтемақы төлеу. Сот атқарушының жұмысы жауапты әрі ауыр. Жұмыс күні басталысымен ақ сот атқарушы бірден жұмысына кіріседі. Таңертең заңнамалық айыппұл төлейтін адамдардың үйіне барса, түстен кейін құқық бұзған адамдармен кездесу керек. Бір күндік жоспарды Мұрат алдын ала жоспарлап қояды. Қала ішінде қоғамдық көлікпен жүреді. Себебі қоғамдық көлікте жүрген тиімді әрі жол жүру ақысы да мемлекет тарапынан төленеді. Вот такие проездные билеты нам выдают. Әрбір сот атқарушыға осындай жол жүру билеті беріледі. Менде атқаратын жұмыс өте көп болғандықтан қоғамдық көлікпен жүрген әлдеқайда тиімдірек. Кейіпкеріміз айтқандай, сот атқарушы болып еңбек ету асқан жауапкершілікпен қатар сабырлылық пен шыдамдылықты талап етеді. Осы жолда түрлі мінезді адамдармен жұмыс жасауға тура келеді. Я это стараюсь воспринимать как-то... Сот орындаушы болып қызмет жасайтын адам менің ойымша сабырлы, ісіне жауапты болу керек. Біздің жұмысымыз психологиялық тұрғыдан өте ауыр. Бұл іске кез келген адам шыдай бермейді. Жұмыс барысында түрлі мінезі адамдармен жұмыс жасауға тура келеді. Көп біздің жұмысымызды түсіне бермейді. Кейде ұрысып, тіпті бізді балағаттап та жатады. Бірақ осындайда менің өзімнің принципім бар. Мен оларды маған айтылған балағаттар деп қабылдамаймын. Кейіпкеріміз айтқандай, сот атқарушының жұмысын бірі түсінсе, бірі түсіне бермейді. Заң жұмыс жасау керек. Ал сол заңды сот қызметкерлері жүзеге асыру қажет. Біздің бағдарламаның кейіпкері Мұрат өз жұмысына жауапты, қызметіне адал. Ол қызметін болашағының кепілі деп біледі. Осы жолда алдына қойған өзіндік мақсаттары да бар. Я не жалею, что выбрал данную профессию. Бұл мамандықты таңдағаныма өкінбеймін. Ары қарай қызметімді адал атқарып, сот қазысы болуды армандаймын. Қарыз адамдармен жұмыс жасағанда мемлекеттік құрылымдармен бірлесе жұмыс жасау қажет. Атап айтсақ, әділет департаментімен, жол полициясы басқармасымен бірге отырып жаза қабылдау қажет. Қарыз адамдардың тізімі жайлы ақпаратты салық комитетінде тіркеу керек. Аталмыш жұмыстың барлығын тек бір күн жұмыс үстінде істеп үлгеруі тиіс. Ал одан кейін жаңадан түскен істермен танысу үшін қайтадан департаментке бару керек. 2001 жылы жекелеген сот қызметкері атты институт жүйесі құрылмағанда, Мұратқа және Мұрат сияқты сот қызметкерлеріне тәулік бойына тынбай жұмыс істеуге тура келетін еді.
Сот қызметі саласы мемлекет үшін маңызды әрі қажет саланың бірі болғандықтан 2005 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен жеке сот атқарушылар институты құрылады. Сол жылдардан бастап институт өз жұмысына жұмыла кіріседі. 60-тан астам әлемдік институттармен тәжірибе алмасып та үлгереді. Аталмыш заң жобасының құрылуының басы қасында болғандардың бірі Айдос Иманбаев. Оның сөзінше жобаны жасауда жұмыс аз болмаған. Енді өзіңіз ойлаңызшы, 3 жылдан астам шетелдік іс-сапарлар болды. Оның үстінен жаңағы шетелдік мамандармен консультациялар өткіздік. Мәлімет өте көп болды, дегенмен бізде бәрі ойдағыдай болды. Мемлекеттік және жеке меншік сот орындаушыларының жұмыстарының айырмашылықтары бар болғаны тек қана жұмыс жүйесінде ғана. Айдос Иманбаев пен оның әріптестерінде жұмыс уақыты еркін түрде жүргізіледі. Өздеріне арналған жеке офистары да бар. Айта кетейік, ұжымдары өте ұйымшыл. Бұл жерде әркім өз үшін қызмет етеді. Әркімнің өз алдына қойған мақсаттары мен жоспарлары бар. Мысалы, әр жеке сот орындаушы өзіне түскен істердің көптігін және аздығын өзі бақылап отырады. Жұмыс жоспарын және кеңседегі азамат қабылдау уақытын өзі белгілейді. Еңбегіңе қарай табыс. Жеке меншік сот атқарушылар үшін дәл осылай айтсақ болады. Себебі табыс пен жалақы істеген жұмысыңа байланысты төленеді. Атқарған әрбір жұмыс үшін 10% қызметкердің қалтасына түседі. Сондай-ақ ынталандыру мақсатында аванс та беріліп тұрады. Жалақысын сот атқарушы банк арқылы ала алады. Борышкерден өндірген сомалар біздің банктік шотқа аударылады. Осы аударған сомаларды біз талапкерге, яғни өндіріп алушыға 10%-ын ұстап қалып, осы ақшаларды жібереміз. Осы яғни 10% ұстап қалған 10%-лық бұл біздің жалақымыз. Осы жалақыдан біз яғни салық төлемдерін өтейміз, коммуналдық төлемдерді өтейміз, және аренда, және біздің жұмыскерлердің жалақыларын төлеп, қалған ақша өзімізге қалады. Мемлекеттік және жеке меншік сот атқарушыларды бірдей функциялар мен бірдей дәрежелері біріктіреді. Олардың арасында айтарлықтай жер мен көктей айырмашылықтар жоқ. Олар бір заң арқылы бір мақсат жолында еңбек етеді. Алайда жеке сот атқарушы болу оңай шаруа емес. Оларға қойылатын талапты жоғары. Жеке сот атқарушы болып Қазақстан Республикасының азаматы, жасы 25-тен асқан, жоғары білімді азамат болуы шарт. Одан бөлек бір жылдан кем болмайтын тәжірибесі бар. Квалификациялық емтиханнан сүрінбей өткен. Оған қосымша арнайы курстан өткен. Лицензиясы бар, заң айналасында 5 жылдан кем түспес тәжірибесі бар. Егер бір қызметтен екінші қызметке ауысса, өз еркімен ауысқан, құқық саласына хабары бар маман болу қажет. Жеке сот атқарушы арнайы форма кимейді, дегенмен өзіндік бір ерекшеліктері болу керек. Әр жеке сот орындаушы жұмыс барысында өзінің қызметтік куәлігін алып жүру қажет. Көрсетіп жүрейін. Мынандай куәлігі бар жеке сот орындаушының. Бұдан басқа өзінің жеке мөрі болады. Және осындай міне жодан. Бүгінгі таңда елімізде 100-ден астам жеке меншік сот атқарушылар қызмет етеді. Олардың жұмыстарын қадағалап отыратын арнайы органдар бар. Әр апта сайын осы жерде жиналыстар өтіп отырады. Шешімі қиын түрлі мәселелер талқыға түсіп, оларды шешу жолдары қарастырылады. Дәл осы жерде барлық жеке сот атқарушылар бірлесе отырып алдағы жоспарларды нақтылайды. Региональная коллегия в первую очередь. Біз қаламыздағы барлық жеке сот орындаушылардың жұмысын қадағалап отырамыз. Айта кететін бір жайт, біздің аталған орталықта сот орындаушылар жылына 3 рет аттестаттаудан өтіп отырады. Жеке сот орындаушыларға қойылатын талап та жоғары. Олар істеріне асқан жауапкершілікпен қарау керек. Себебі сот орындаушының атқаратын қызметі аса маңызды. Жеке сот атқарушы институтының құрылғанына бар болғаны 1 жылдың жүзі болған. Десе де қорытынды бар. Статистикалық дерек көздеріне сүйенсек, адал атқарылған жұмыс саны күн өткен сайын артқан. Бұл өз кезегінде мемлекеттік сот атқарушыларға бәсекелестік бола алады. Ал бәсекелестік пен талас бар жерде оңды істе болары сөзсіз. Алайда төрелік пен шешімді әділ шығаратын,
ақ пен қараны ажырататын сот қызметкерлері үшін шет елден тәжірибе алмасу қажет. Бастысы сот атқарушылары өз қызметтеріне адал, шешім шығаруда әділ болса болғаны.